Армысыздар, біз бүгін творожный шоколадты торт жасаймыз. Керекті заттарды астына жазып кететін боламын. Айранымызға жұмыртқаны қосып араластырамыз. Және оған 2 ас қасық күнбағыс майын қосамыз. 150 грамм қант, ванильный сақырымызды қосамыз. Ісіміз бұрын құрғақ қоспаларымызды біріктіріп аламыз. Ұнымызға какао және құс тұқшымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды сүзгіден өткізіп, аз-аз мөлшермен қосу арқылы араластырамыз. Осылай ұнымызды қойып, духовқа 180 градусқа 30 минутқа қоямыз. Егер піскенін жақсы білу үшін ағаш піспе арқылы піскеннен кейін пісіп көріңіздер. Ағаш піспеде ешқандай да ұн жабыспауы керек. Ірімшік үй жағдайында қолдан жасалған ірімшік. Бұған мен қантымды және 300 грамм қаймағымды қосып араластырамын. Бетіне жағатын глазурға мен 100 грамм сметанаға қант және какао қосып, кішкене ыстық отқа ұстаймын. Және де оған соңынары сливочный масло қосамын. Өзіміз осылай болып шықты. Енді бұны мен ортасынан бөліп аламын. Кексіміз солғаннан кейін мен осылай арасына дайындаған творожный кремімді осылай салып шықтым. Енді глазурымды үстіне осылай құйып, жақсылап жайналап, тоңазытқышқа жіберемін.